жүрек қан тамырлар жүйесінің ауруы. Қараңыздар. Гипотония және гипертония бар. Немесе гипотония, гипертония дейді кейбір деректерде. Гипотония қан қысымының төмендеуі, тамырлар мен жүрек бұлшық етінің әлсіздігі төмен зат алмасуға аз қозғалу байланысты дамиды. Гипотония давление түсіп кетті дейміз ғой, сол ғылыми атауы гипотония. Қысым аз, қан дұрыс жүрмей жатыр деген сөз. Гипертония немесе гипертония қан қысымының жоғарылауы, наоборот, қан қысымы жоғарылап кетті, жүрек жай соғатса да қан тамырларға сыймай жатыр деген сөз. Жас ұлғайған сайын тамырлардың қабырғасы созылыс қасиетін жоғалтып, тығыздала бастайды және артерия тарылады. Қан тамырлар кеңейіп, тері қызарады, мұрыннан қан кетеді. То есть гипертония повышенное давление ғой. Жүрек жай соғуы мүмкін, нормальный соғуы мүмкін, бірақ тамырлар бетіп кішірек кетеді де, сол себептен тамырдың ішіне давление көбейеді. И ол давление көбейген кезде тамыр жарылайын деп тұрады. Осы бана давление көтерілу деген мағынаны білдіреді. Қан қысымы өзгерген кезде оны электрондық немесе механикалық тонометр арқылы өлшеу керек. Қысқаша айтқан кезде жыл сайын ОБТ-да кездеседі, давлениені біз не арқылы өлшейміз? Тонометр арқылы өлшейміз. Бұл қан қысымын біз тонометр арқылы өлшейміз. ОБТ-да жыл сайын кездеседі, жазбаңыздар. Келесі аурулар, қараңыздар, инсульт деген бар. Инсульт бұл не? Қан қысымы қатты жоғарылағанда, қысым жоғарылап кетсе, тамырлар жарылып, қан мүшелері ағуы мүмкін. Ми жасушаларының зақымдануына әкеледі, сезімталдық, сөйлеу, есте сақтау және бұлшық етті басқару жойылуы мүмкін, дененің жеке бөліктері немесе бүкіл ағза қозғалмай қалуы мүмкін. Қысқаша айтқан кезде инсульт, мына біздің миымызда тамырлар болады, ұсақ-ұсақ капиллярлар болады, қан тамырлары болады. И дұрыс тамақтанбаған кезде, немесе көп майлы тамақ жеген кезде, тамырларымызда барып бір тромб пайда болуы мүмкін. Немесе бляшкалар пайда болуы мүмкін майдың. И сен аласында аяғасын жүгіріп кетесің, шошып кетесің, тағы бірдеңе болады, жасың үлкейеді, давлениең көтерілген кезде миындағы мына тамырлар жарылуы мүмкін. Жарылған кезде миды зақымдап жүреді. Сол жарылмастан бұрын инсульттің алдында прединсультный состояние болады. Прединсультный состояниеда адамның мысалы бір беті бетіп төмен түсіп кетуі мүмкін, бір беті паралич болуы мүмкін, сөйлей алмай қалуы мүмкін. Немесе тағы қалай тексеруге болады. Егер сондай бір нәрсені сезіп тұрсаң, что-то не так сияқты, басын ауырып, давление көтеріліп, мына екі қолды көтеру керек. Егер сен екі қолды көтерген кезде бір қолың жоғары, бір қолың төмен болса, екіншісін көтере алмай жатсаң, демек прединсультный состояние. Сразу больницаға хабарласып, 103-ке хабарласып, скорый шақырту керек. Бұл инсульттың белгілері. Түсіндіре алдым, яғни қысқаша айтқан кезде инсульт кезінде бір жақты немесе бүкіл денелі параличті болып қалуы мүмкін. Сол үшін алдағы уақытта осындай симптомдар пайда болады. Бұл инсульт. Инсульт мидың тамырының жарылуы, зақымдалуы.